Ассалаумағалейкум. Қараңыздар, мынау шұғыл хабарлама, шұғыл пост тыңдаңыздар. Саламатсыз ба? Маған біреу звондап, сіздің атыңыздан біреу кредит алып жатыр. Соны біз ұстауымыз керек. Сол үшін сіз Каспийге кіріп, зеркальный кредит аласыз деп, министр внутренних делодамыз деп хабарласып. Бұл өтірік, сенбеңіздер, алаяқтар. Сіздің осы Каспий қосымшаңызға қол жеткізеді де, әрмен қарай кредит алып тастайды. Өзіңізге кредит алады. Алданып қалмаңыздар. Бұл өтірік әңгіме. Қалай тоқтаңдар, мұндайға сенбеңдер. Жаңағындай кредит алуды рәсімдеп жатқан кезде, тағы бірдемелер болып жатқан кезде, банктың қосымшасының өзі айтып жатады, ешкім сіздерге хабарласпайды, ондай болмайды деп. Ешкім внутренних делодан болсын, тағы біреуден болсын, Марстан болсын, Бред Питт болсын, Том Круз болсын, ешкім хабарласып кредит алып жатыр деп айтпайды. Ол өтірік. Мұндай хабарламалар болған кезде дереу телефон тұтқасын тастайсыздар да, банктың өзіне хабарласасыздар. Нақты жүректеріңіз орнына қойып, анықтағыларың келеді. Болмаса, телефон тұтқасын қойыңызда бітті. Ешқандай SMS, ешқандай хабарлама, еш нәрсені айтпаңыздар. Бәрі өтірік, бәрі алдайды. Алданып қалмайды қазақтар. Осы видеоны көпшілікке таратайық. Өйстіп алданып, сан соғып, шаршап, жылап, еңіреп қалатын адамдар өте көп. Артына сан соққаннан кейін не істерлеріңізді білмейсіздер. Ал біздің құқық қорғау органдарын Қазақстан Республикасының өздеріңіз білесіздер, қандай деңгейде қалай жұмыс істейтін, және ол жақта кімдер жұмыс істейтін. Өкініштісі, алаяқтар қазір біздің құқық қорғау органдарынан әлдеқайда сауатты болып алдай келе жатыр. Сондықтан алданып қалмаңыздар.